ақпаннан бастап жалпы екпе шаралары басталғалы тұр. Соған негізгі дайындықтар барлық өңірлерде жүріп жатыр. Келушілер осы емханаға келген кезде бірінші тіркеуші регистратура дейміз, сол жерге барады. Тіркелгеннен кейін маршрут бойынша бірінші дәрігерге барады. Дәрігер толық қарап, ешқандай қарсы болмаса, екпе алуға қарсылық медициналық жағынан дәрігер ретінде, онда ары қарай екпе егу бөлмесіне жібереді. Здесь находится зона наблюдения. Бұл жер бақылау бөлмесі. Келуші ковидке қарсы вакцинадан кейін 30 минут бойы бақылауда болады. Температура, сатурациясын, қан қысымын өлшейміз. Егерде қандайда бір шағымы болса, дәрігерге жібереміз.